Баршаңызға сәлем, сіздермен Маржан. Бүгін мен өзімнің балықты маринадтау жолымен және де оларды екі түрлі пісіру жолымен бөлісемін. Егер сізге қызықты болса және жасап көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл жерде салмағы 4,5 килограммдық сазан балық. Менде қазір уақыт аз болғандықтан осылай араларын тұз тез сіңу үшін осындай бөліктерге бөлдім. Балықтың жартысын клярда, жартысын пеште пісіреміз. Негізінде қуырылатын балықтың терісін алып тастағанымыз дұрыс. Мен екі бөлік балықтың ғана терісін алдым, тек қуырылатынын ғана. Ал қалған балықтарды духовкада пісіреміз. Мен маринадтауға аса бір заттарды қажет етпеймін, үйдегі бар азық-түлікті қолдана беремін. Тұз толық араларына сіңу үшін осылай балықтарының арасына жағып шықтым. Дәмдеуіштерді, тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш және кептірілген аскөктерді пайдаландым. Барлығын осылай жақсылап араластырып қоямыз. Және бір сарымсақ, бір қызанақ, болгар бұрышын алып осылай турап саламыз. Менде мұздатқышта қатырылғаны. Сарымсақты тек осылай бір түйірін ғана қолдануға кеңес етемін. Көп мөлшерде салып жіберсеңіздер, қатты иісі шығып, дәмін өзгертіп жіберуі мүмкін. Осылай бәрін салып, жақсылап араластырып, жарты сағаттан 2 сағатқа маринадтауға қалдырамыз. Мен маринадты 1 сағат ұстадым. Маринадымыз дайын болғанша кляр дайындай береміз. 2 жұмыртқаны алып, оған тұз саламыз және ұн салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, арасында түйіршіктер болмауы қажет. Ұнды осылай аз-аздан салып отыру қажет, өйткені бірден салып жіберсеңіздер, қатты қамырға айналып кетеді. Біздің клярымыз қаймақ сияқты болу керек, осылай созылып тұру қажет. 1 сағат уақытымыз өтті. Енді терісі ашылған балығымызды осылай клярға аударып, қызып тұрған майға 2 беті қызарғанша қуырамыз. Орташа баяу отта 10-15 минутта пісіріп аламыз. Осылай біздің клярдағы қуырылған балығымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аскөктермен, көкөністермен әрлеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ал қалған балығымды духовкаға 30-40 минутта пісіріп алдым. Духовкада балығымыз осылай қызарып, керемет болып пісті. Маринадтауы бірдей болғанмен, екі түрлі әдіспен пісірілгендіктен екеуі де өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер.